отырып ұйықтайтын болса, адам отырып ұйықтап жатып қалғып кететін болса, бірақ сол қалғанда да адамның жамбасы жерден қозғалмаса, яғни нық жерге отырды, сол бойы қозғалмады, солай қалғып кететін болса, ол да дәретті бұзбайды. Не себептен? Өйткені хадистерде келеді, Сунан Абу Даудта, Алла елшісінің сахабалары саллаллаху алейхи вассалам, олар дейді құптан намазын күтетін еді, тіпті кейбіреусі күтіп отырып қалғып кететін еді, яғни қалғып кететін еді. Сөйтіп олар тұрып намаз оқитын, ешқандай дәрет алмастан дейді. Қашан? Егер де екі жамбас жерге нық отыратын болса. Себебі біз алдыңғы сабақта айтқанбыз, бұл дәрет бұзудың, ұйқының дәрет бұзуының себебі ол хадистерде келтіреді, истирахат мафасилуху, денесінің бәрі босайды дейді. Сол кезде жел шығып кету қаупі өте үлкен. Сондықтан да ал егер де мынау жамбас жерге нық отыратын болса, жел шығып кету қаупі болмағандықтан дәрет бұзылмайды. Дәл сол секілді, егер де адам сүйкеніп ұйықтайтын болса, бір нәрсеге сүйеніп ұйықтайтын болса, ол да дәретті бұзбайды, егер де жамбас жерге нық отыратын болса. Намаз оқушы адам ұйықтап кететін болса, оның да дәреті бұзылмайды. Мысалы, адам сәжде кезінде ұйықтап кететін болса, немесе отырыста ұйықтап қалатын болса, рукук қылып жатып ұйықтап қалатын болса, қашан? Оның да бір шарты бар, ол сүннет халі өзгермеу керек. Яғни мысалы сәжденің сүннет халі бар, ол мысалы сәждені қалай сүннет бойынша жасау керек. Мынау екі шынтақпен шынтағы жанына жабыспау керек, іші санына тимеу керек деген секілді. Сондай қалыпта ұйықтап кететін болса, онда дәрет бұзбайды. Не себептен? Өйткені адам сүннет қалпын ұстап тұрғандықтан, ол терең ұйқыға кетпеді деген сөз. Терең ұйқыға кетпегендіктен әлгі кісінің өз-өзін ұстауы әлі бар деген сөз. Ал егер де ол сол бойы сәжде жасап жатып шынтағы жерге тиетін болса, іші санына жабысып терең ұйқыға кететін болса, ол әрине дәретті бұзатын болады.